Қабарыңыз бар, осы жылдың май айынан басылап, мемлекетіміз бойлап бұқаралар жиынлары басылықтарының сайлау мапасы басыланды һәм бұл процесс июль айына дейін давам етеді. Әлбетте, талабалардың хүжетлері комиссия ағзалары тарапынан үйреніліп шығылып, ең мүнәсіплері ғана сайлауға қатынаспақта. Кәсіптесіміздің репортажы Бозота районы мысалында. Биылғы жылдан басылап Өзбекстан Республикасының бұқаралар жиыны басылған сайлау haqqындағы низамына өзгерістер һәм қосымшалар кіргізілді. Жаңа редакциядағы низамға бола енді бұқаралар жиыны басылықтарының уәкілдік мүддеті 5 жылға өзгерді. Бозатау районы бойынша өткеріліп отырған сайлауларда осы өзгерістер текарында. Райондағы Құсқанат ауыл бұқаралар жиыны басылған сайлау процесінде талабалар таныстырылып, әрбірінің тәжірибесі һәм ережелері тыңланды. Бұндан соң аймақта жасаушы бұқаралар ашық айдылық принципі текарында дауыс берді. Бүгін мәхәлле басылықтарын сайлаудағы ашық айдылық, яғни бұқаралардың өздері сенім білдірген талабаларға дауыс беруі, олардың келешегіне бейпаруа еместігін білдіреді. Райондағы Көксу ауыл бұқаралар жиынында мәхәлле басылығын сайлауда шөлкемнескерлік дәрежеде болды. Өзбекстан Республикасының бұқаралардың өзін-өзі басқару органдарын сайлау хақының замға муафиқ біздің районымызда, яғни Бозатау районы Көксу ауыл бұқаралар жиыны ақсақал сайлауы қызғын түсте өткерілмекте. Бұнда уәкілдер өзі мүнәсіптегі кандидатқа дауыс бермекте. Әлбетте танылған кандидатлар сол халықтың арзу арманларын әмелге асырады деген үміттеміз. Мәхәлле басылығы бір аймақтың гүлдеп рауажлануы, тынышлығы, шаңырақлардың беккемлігі жолында әрекет етуші пидайы вазипасына шын ықыласы менен жантаса туған жанкүйер болуы талап етіледі. Райондағы Еркіндария ауыл бұқаралар жиыны тұрғылары да міне осындай мәхәлле басшысын сайлауда мүнәсіп деп білген талабанға дауыс берді. Біздер өздерімізге көрсетілген намзатлардан халықтың қалауы бойынша, адамлардың түсінігі бойынша ел менен халық менен бірге іслесе тұғын өзімізге сенген инсанға дауыс бердік, һәм сайладық. Ендігі жағында мен ойлаймын, бұл инсан халықты таниды, бұрын бұтарауда іслеген, жұмыс іслеген, халықтың тынышлығын, ауызбіршілігін, еліміздің, халқымыздың рауажлануына бір үлес қосатығын инсанға біз дауыс бердік деп ойлаймыз. Биылғы жылғы бұқаралар жиыны басылықтарын сайлауы низамшылыққа кіргізілген анықлық, әділдік, теңлік принциплерін тәмелеуге қаратылған демократиялық өзгерістер текарында өткерілмекте. Һәм бұл сайлау мәхәллелерде осы жылдың июль айына дейін давам етеді.